Сәлеметсіздер ме, құрметті достар. Бүгін біз сіздермен бірге осындай игерілген пицца жасайтын боламыз. Қамырымызды жасау үшін біздерге бір жұмыртқа, сүт, су, сұйық май, қант, қамыр қопсытқыш, ұн, тұз қажет болады. Осындай қамыр жасап шығаруымыз үшін біздер бір жұмыртқаны біркелкі етіп араластырып, содан оның үстіне жылы суымызды құямыз, оның үстіне жылы сүтімізді құямыз, сұйық майымызды, қантымызды, қамыр қопсытқышымызды қосып, барлығын араластырып, оның үстіне барлық ұнымызды салып, тұзымызды салып араластырамыз. Жұмсақ қамыр шығуы тиіс. Оны қамырымыздың бетін жауып 30 минутқа қоямыз. 30 минуттан кейін осындай көтерілген қамыр шығуы тиіс. Сол қамырымызды осылай видеода көрсетілгендей жаямыз. Осы екі бөлікке бөліп жайған қамырымызды, қамырымыз екеуі бірдей көлемде болуы тиіс. Қамырымызды жайып болдық. Енді осы қамырдың үстіне томат пен кетчупымызды араластырып жағып шығамыз. Мен барлығын дайындап қойдым. Колбасаны салом кетіп тураймыз. Сиыр саламыз салмасына. Чоркадан өткізіп колбасаны мен сиырымызды араластырып алып, үстіне сүйіп шығамыз. Сүйіп шыққаннан кейін екінші жайған тестімізді осылай орап алып, тестіміздің үстіне жайып шығамыз. Айналаларын бір-біріне жабыстырамыз. Артық жерін алып тастадым. Мен осы видеода көрсетілгендей кесіп шығамыз.
pishib chiqadi.